Әке, зергер болу қиын ба? Иә балам, зергер болу қиын. Дегенмен, бұның өзінің қызығушылықтары мен артықшылықтары өте көп. Әке, алда аналар мерекесі келе жатыр ғой. Соңына орай достарымыздың сыйлық жасамақшы едік. Ой, жарайсың балам. Мынауың керемет идея екен. Иә, Қанеке, достарың қайда? Шақырып кел, мен саған зергерлік бұйымдардың қалай жасау керектігін көрсетейін. Әке, достарымды шақырып келдім. Сәлеметсіңдер ме балалар, қалайсыңдар? Зергерлік шеберханама қош келдіңдер. Бүгін мен сендерге өзімнің жасаған зергерлік жұмыстарымды көрсетіп, және сендерге соны жасауды үйретемін. Ең алдымен мен сендерге өзімнің жасаған зергерлік бұйымдарымды кішігірім таныстырып өтейін. Балалар, қарасаңдар, мына жерде зергерлік бұйымдардың неше түрлі нұсқалары бар. Бұл зергерлік бұйымдар кімдерге және қай жерге қолданылады? Оны сендерге толық түсіндірейін. Көбінесе әйел адамдардың, қыз келіншектердің үстіне киетін киімдеріне, және құлақтарына тағатын сырғалары, және қолдарына тағатын сақиналары, мойнына тағатын алқаларына көбіне қолданылады. Бұл зергерлік бұйымдардың қалай жасалынуы, қандай құралдармен, қандай әшекейлермен әсемдеу керектігін мен сендерге қазір өзімнің зергерлік шеберханамда практика жүзінде көрсететін боламын. Сендер мұқият маған қарап, зер салсаңдар, сендерден де кейін мықты шебер шығатынына мен сенімдімін. Бүгінгі біздің шеберханамызда жасайтын, ол әйел адамдардың киіміне сән беретін, кеудешесінде тұратын, ол қапсырма болады. Кеттік, ендеше бәріміз соны бірге жасайық. Ал балалар, қыздар, бүгінгі біздің жасайтын жұмысымыз ол қапсырма. Ал қыздар шашқа тағатын бұйым жасайды. Ал ендеше қолдарыңа, алдарыңда тұрған заттарды алып, іске кірісейік. Жарайсыңдар, жас шеберлер. Кәне, енді жасаған жұмыстарымызды барлығымыз қолымызға алып, бір көрсетейікші. Керемет балалар, жасаған жұмыстарың өте тамаша. Бүгінгі біздің шеберханадағы жасаған жұмысымыз аяқталды. Сендер келіп тұрсаңдар, әрдайым сендерге есік ашық. Әзірше сау болыңдар.